Ассаламу алейкум. Үй жағдайында бургер дайындаймыз. Ыдысымызға сүтімізді, суымызды, ашқымыз секеріміз салып, бетін жауып, өтелгенше қоямыз. Енді ұнымыздың үстіне жұмыртқа, тұз және де сүтімізді құйып, жақсылап қамыр илейміз. Қамыр илегеннен кейін үстіне еріген сармайымызды салып, тағы да жақсылап қолымызбен мыжғылап тұрып, жақсылап иін қандырып қамыр илейміз. Қамырымызды көтерілгенше бетін жауып қоямыз. Көтерілген қамырымызды алып, бірнеше бөліктерге бөліп, домалақтап осылай бетін жауып 15 минуттай қоямыз көтерілгенше. 15 минуттан кейін бетіне жұмыртқаның сарысын және де күнжутты сеуіп, қызып тұрған пешке 180 градусқа 25 минут пісіріп аламыз. Енді котлетімізді дайындаймыз. Котлет үшін фарш, сақтап тұрған жуа және де жұмыртқа, тұз, бұрыш, суға езілген нанымыз салып, жақсылап араластырып, қаттетіп, соққылап, котлеттің формасын келтіреміз. Дайын болған котлеттерімізді қызып тұрған табаға майға салып, жақсылап екі жағы қызарғанша орташа отта қуырып аламыз. Дайын болған піскен котлеттерімізді барлығын салып, табамызға бетіне азғантай су құйып, осылай бетін жауып 5-10 минут бұқтырамыз. Енді булочкаларымызды екіге бөліп, астыңғы бөлігіне кетчуп майонез жағып, бетіне салатын листьямызды, котлетімізді, жуамызды, огурцымызды, сырымызды салып, қызанақтарымызды салып, бетіне булочкамызға сырный соусты жағып, осылай дайындайсыздар. Дәл осы процесті тағы да қайталай бересіздер. Осымен бургерлеріміз дайын. Үй жағдайында өте дәмді болып шығады және де тойымды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын. Ассаламу алейкум. Бүгін ерекше картоп дайындаймыз. Ол үшін картоптарымыздың қабығымен жуып, кептіріп аламыз. Содан кейін осылай турап дайындап қоямыз. Енді сұйық майымызға тұз, куркума, паприка, қара бұрыш және де сарымсақты теркіден өткізіп, осылай араластырып, жақсылап картоптарымыздың үстіне құямыз. Жақсылап араластырып, содан кейін үстіне панировочный сухаридан саламыз. Жақсылап тағы да араластырып, противенімізге пергамент қағазын төсеп, картоптарымызды тізіп салып шығып, 190 градусқа қызып тұрған пеште 40 минут пісіреміз. Осымен картоптарымыз дайын. Мен сырный соуспен ұсындым, немесе кез келген соусты пайдаланып беруге болады.